Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Рамазан. Қазақша пианино курстар каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздер Аргония мен Қайрат Нұртастың Маскүнем деген әнін пианинода разбор жасап үйренетін боламыз. Ал достар, алдымен біз үйренетін версияның шертілуін бір көрсетейін, сосын сол қолды, оң қолды бөлек-бөлек бірме-бір көретін боламыз. Примерно осындай болады. Енді бұның әртүрлі вариантын жасауға болады. Бұдан қиындау виртуозный вариантын жасауға болады. Ал енді алдымен проигрышын үйреніп алайық. Проигрыш мынау ең басындағы. Сол қолда, бұл жерде сол қолдың партиясында 4 аккорд. 4 аккорд болғанда біз оны аккорд қылып емес, жайылған формасында ойнаймыз, то есть разложенный. 1, 2, 3, то есть ля минорный аккордты біз, ля минор деген аккордты біз мынандай формада шертеміз. Ля, ми, ля, ми, ля, ми, ля, ми. Осылай 8 бәрін қосқанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ін шертіп болғаннан кейін біз ми минорға өтеміз. Ми, си, ми, си, ми, си, ми, си. Көріп тұрғаныңыздай, дәл сондай 8 нота. 8-ін шертіп болғаннан кейін біз тағы да бір сат төменге түсеміз, реден шертеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді келесі осы 8-дікті шертіп болғаннан кейін біз тағы да миге мінеміз, бірақ тек қана 4 нота шертеміз. Бұл жерде ми, соль диез, си, ре болған 4 нота. Енді оң қолдың партиясын көрейік. Оң қолда бізде мынандай тема. Ми, до, си, ля, си, ля, соль, ля. Осылай секвенциямен түсеміз. Сосын ары қарай ля, си, до, си. Сосын ре, соль диез, си, до. Енді қосып көрейік, қазір қосқан кезде түсінікті болады. Ең басындағы бірінші оң қол бастайды. Оң қол бастағанда бір ғана миді шертеді. Миді жалғыз шертеді. Сол қолсыз. Бірінші ми. Келесі нота до ғой. Осы до менен бірге ляны бірге түсеміз. 8 нотаның біріншісі мына жерде. 1, 2, 3, 4. 5-ші нотаға тағы да до түседі. Оң қолда. 5-ші деген сол қолдағы 5-ші нота. 8-дің 5-шісі. Енді 5-ке бірге түсеміз. 6-ға ештеңе шертпейміз. 6-дан кейін сиді шертеміз. 7-ге ештеңе шертпейміз. 8-ге бірге түсеміз ляға. Тағы да шертейін. Біріншісі миге ештеңе жоқ. Доға ляны түсеміз. 1, 2, 3, 4, 5. 6-дан кейін 7-ге ештеңе жоқ. 8-ге бірге түсеміз. Сосын келесі нота си. Бұл сиға біз сол қолда миді шертеміз. 1, 2, 3, 4. Енді бұл жерде дәл сондай 5-ші нотаға сиді шертеміз уже. Си, 6-ға ештеңе шертпейміз, 6-дан кейін ляны шертеміз, 7-ге ештеңе шертпейміз, 8-ге бірге сольға түсеміз. 8.
Енді келесі нота ля. Оң қолда бұны біз ре менен бірге шертеміз. Енді бұл жерде де дәл сондай 5-ші нотаға түседі. Ноталарын көріп алыңыздар. Сосын енді келесі нота си бізде мына ми мен бірге түседі. 1, 2, 3, 4. 4 нота сол қолда шертіп болғаннан кейін, оң қолда біз қалған ре, соль диез, си. Осы 3 нотаны шертеміз. Сосын келесі нота до. Бұл басындағыдай ля менен бірге түседі. Бұл уже қайталанады. Енді осы жерде ғана өзгереді азғана. Бұл жерде біріншісінде бағана бірінші қайталауда бізде ля, си, до, си шертіп едік. Енді қазір ля, ре, ля, си болады. Ал достар, бүгінге осы курстың жалғасын осы каналда күтіңіздер. Подписка жасап, колокольчик басып кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырыңыздар, қандай әндер үйренгіңіз келеді қазақша видеосын жазатын боламыз. Ал бүгінге осы, қош аман болыңыздар.